Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерменен өте әдемі әрі өте дәмді болып шығатын испанский чизкейкті сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Қараңыздаршы, ішкі құрылысының өзі өте дәмді, әдемі болып шығады. Ендеше чизкейкімізді жасауға кірісейік. Ол үшін бізге сүзбелі ірімшік, жұмыртқа, кілегей, қант және крахмал керек болады. Ең алдымен сүзбелі ірімшіктің үстіне қантымызды салып аламыз да, осыны жақсылап тұрып 1-2 минут миксердің жай жылдамдығымен миксерлеп араластырып алатын боламыз. Міне осылай жақсылап тұрып араластырып алдық, және де сүзбелі ірімшіктеріміз жанында қантпен араласпай қалмас үшін осылай күрекшенің көмегімен жан-жағын алып, оны тағы да бір рет миксерлеп араластырып алатын боламыз. Осы массамыздың үстіне жұмыртқамызды бір-бірден сала отырып, миксердің өте жай жылдамдығымен бір 10-20 секундтай араластырамыз. Құрметті көрермендер, егер де сіздер түрлі оңай әрі бір жасағынан шығатын рецептерді іздеп жүрсеңіздер, менің каналыма тіркеліп алсаңыздар болады. Менің каналымда өте көп әртүрлі рецепттер бар. Міне сүзбелі массамызға жұмыртқаның барлығын қосып араластырып алдық. Енді осы массамызға салқын кілегейді құйып, жақсылап тұрып бір миксермен араластырып аламыз. Енді осының үстіне жүгері крахмалын салып, оны да қосып, жақсылап тұрып миксермен бір минутқа жеткізбей араластырып аламыз. Осымен біздің сүзбелі массамыз дайын болды. Енді келесі кезекте оны пісіруге көшеміз. Менде бүгін форманың диаметрі 20 диаметрде. Осылай форманың астынан фольга төседім, сосын жан-жағына осылай пергамент төсеп, ішіне осы массаны құйдым. Чизкейкті қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 1 сағаттай пісіретін боламыз. Міне пісіп шыққанда осылай бірінші көтеріліп тұрады, сосын бөлме температурасына суытқанда осылай болып көлемі кәдімгідей осылай түсетін болады. Толық суығаннан соң ғана формадан босатып алатын боламыз. Чизкейктің беті осылай күйіңкіреп піседі, бірақ оған қатты мән бермейміз, өйткені осылай ол күйіп пісу керек. Өйткені беті қатты күйіп піспесе, ол піспеген деген сөз, сондықтан осылай пісуі керек. Енді чизкейктерімізді әдемі етіп сәндейміз, ол үшін бізге құлпынайлар және осындай ерітілген сүтті шоколадтар керек болады. Бетіне осылай шоколадты әдемі етіп жағып алдым. Содан соң бетіне әдемілеп құлпынайларымды тізіп қойып шықтым. Осымен біздің өте дәмді, өте әдемі болып шыққан чизкейкіміз дайын болды. Міндетті түрде үйде осы чизкейкті осы рецептпен жасап көріңіздер. Түрінің өзі өте әдемі, сүйкімді болып шыққан ғой. Міндетті түрде отбасыларыңызды қуантып, осылай жасаңыздар. Енді келесі кезек ішкі көрінісін көретін боламыз. Ішкі көрінісі де өте әдемі шыққан, қараңыздаршы. Және де қонақтарға немесе өздеріңіз жейтін болсаңыздар, осылай бетіне әдемілеп шоколад сеуіп, сосын бетіне вафельді осылай қытырлақтарды сеуіп жесеңіздер, одан әрі дәмді бола түседі. Баршаңызға сәттілік тіледім, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Раушан, барлығыңызға сәттілік тіледім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отырсаңыздар, мен қуанып қалатын едім. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.